Қазақстанда бір ауыл бар. Ол жай ғана ауыл емес, ауыл шаруашылығының жүрегі іспетті. Себебі жылына бір рет ауыл шаруашылығы саласындағы кіл мықты фермер дәл осы жерде бас қосады. Бүгін біз сол жүректің лүпілін тыңдаймыз. Әңгіме Лепсі 2025 халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесі жайлы ағайын. Бірақ бұл жерде тек қана көрме көрсетілмейді, бұл жерде болашақ таныстырылады. Дала мен дәстүр, ғылым мен технология, инвестор мен фермер дәл осы жерде түйіседі. Бүгін біз сіздерге барлығын көрсетеміз. Бұл жерде даланың иісі де, тердің дәмі де бар. Қазақ шаруасы сахнаға шықты. Сөйлеп тұрған Қараторғай. Лепсі 2025 біз бастаймыз. Құрметті көрермендер, ас болсын бізге. Бұл қошқарлар өзімнің қорамнан шыққан қошқарлар. Мына қошқардың бағасы $100,000. Стартовая цена будет составлять 750 тысяч тенге. Сіз биыл бірінші рет әкеліп тұрсыз ба негізі? Биыл бірінші рет әкеліп отырмын бұл жаққа да. Мына хозяйстволарға мысалы өзі мясосальный породада выставкалар өтеді, енді өзімізде Қазақстанда, Чимкентте де, мысалы Қордайда да өтіп жатыр ана жол. Оның бәріне біз қатысамыз. Бірақ мына жерге біз енді общий Қазақстанға международный выставка болғаннан кейін, соған әкеп шетелдіктер де келетін болғаннан кейін көріп, қазақтарда действительно осындай бір мықты сақ малы бар екен деген сондай көзқарас болсын деген ниетіміз болды. Сосын мысалға бұларды бар ғой, қазір сіз алып келдіңіз, иә? Жалпы бұл жердің тәртібі қандай? Сіз алып келдіңіз, сосын қайтып алып кетесіз бе? Әлде саудасы келсе өшір сатып кетесіз бе? Жоқ, енді қазір көріп, біз егер аукционға шығарыңыз деп предложение жасайтын болса, аукционға шығарамыз. Соған өз бағамызды қоямыз. Ары қарай енді оны алушылар болатын болса, қызығушылар да көре жатармыз. Аға, құпия ретінде айтыңызшы, ең ірі деген қошқарыңызға ешкімге айтпаймын, шамамен қанша сұрап отырсыз қазір осы жерде? Енді мына қошқар элитный қошқар. Мысалы, бұның бағасы бұл айтқанда жаңағы улучшайтын қошқар. Бұның мысалы балаларының бәрі өте мықты жаңа өсіп жатыр. Бұған қазір мысалы $100,000 деген сияқты сондай баға болды. Мен Қыдырәлиев Ерік Садыбекович, Алматы облысының тумасы, Қарасай ауданының Алматы облысы Қарасай ауданынан келіп отырмын. Бүгін мына үлкен біздің Жетісу өңірінде үлкен выставка өтіп жатыр. Международный выставка. Оспан Бауыржан Кеңесбекович осы ұйытқы болып осы выставкамызды өткізіп жатыр ол кісі. Соған шақырып бізде сол ортада өзіміз ат салысып, өзіміздің өсіріп отқан өнімізді көрсетейік деп келдік. Салам алейкум. Игорь Исаевич, как дела? Все хорошо. Салам алейкум. У вас как, все нормально? Нормально, да. Вот давайте с этой стороны. Бауыржан Кеңесбекович, мына жақтан көрейікші былай. Қарана екі үлкен қошқарға да барамыз. Енді осыдан бір 25 жылдай бұрын осы өңірдің ақсақалдары звондап, мына өңірде Алматы облысында бәйге өтеді, сол жерге қосатын ат жоқ па деп содан сондай бір ұсыныспен айтып еді. Ойладым, ол жай бір күн той жасап, бәйге ат қосып, у-шумен сол ары кетсе бір тағамдардың дәмін көріп тарап кеткен. Ол болмайды. Содан ар жағы бір жақсы серпіліс болып, сол ауыл шаруашылығы дамуына бір үлесі болса деп ойлаймын. Это Алматинская область, Казахстан, Алматинская область, да, Карасайский район. Здесь вот у нас идет 2 года қошқарым. Это уже молочные зубы. Здесь. Ну, 2 жылда Екі жас, аха. Пожалуйста, 4 нолар. Полтора жоқ, бұл жерде 1 жас 1 ай сондайлар. Ана арқысын ұстайсаңдар, 1 жас 1 ай. Іріліктеріне қарасаңыздар, ол бір тайыншадай. Етінің өзі салмақ 200-200-дің үстіне салмақ береді.
жақсы бордақланған қошқар 200-дің үстіне дейін береді. Мыналар жақсы. Мыналар құйрықтары өте керемет. Осы февральдің қозылары ау деймін былтырғы. Жоқ, февраль емес, ол біздікі сіздердікі сияқты емес, біздікі майға кетіп қалады. Май, апрель, май. Жарып, ірі болып қалған ғой уже. Қайсы ана? Онда апрельский. Сондай шығар ол. Апрель, май мен күтіп аттым. Мына биылғысы 27 апрельде соңғысы, майда соңғысы туды, 27 майда. Көп сұрап жатыр. Енді қызықтыратындай сапа ғой. Онан кейін бұл қошқар жасанды қошқарлар емес. Бұл қошқарлар өзімнің қорамнан шыққан қошқарлар. Мен оған анық сенімді айта аламын. Енді ол көпшілігі может айта жатар, может сіз бір жақтан алып келіп сөйтіп өзіңіз қойып қойған шығарсыз. Ондай емес, ол өзі қорамнан шыққан. Иә, мен де сізді көріп қарап отырмын. Асқар Маралович, институт генетики физиологии директор. Айжан Селханна, заведующий лабораторией генетики животных. Барлан Кеңесбекович мынандай үлкен выставка жасап отқаннан кейін международный. Мәселе біз выставкаға қатысуда емес, біз мәселе қаншама қожалықтар келеді Қазақстанның түкпір-түкпірінен, соның шетелдік азаматтар келіп жатыр, соларға біз көрсету. Қазақта да осындай қой тұқымдары бар. Мақты өзіне жаңа достойный көзқарасың тоятындай. Ағамыз заводчик. Өзім осы пароданың авторымын. Иә, один авторы деп парода Алматы облысынан. Мен қазір 6 қошқар алып келдім, бір аналық алып келдім. 6 қошқардың бәрі өзінің возрастной алып келдім. Өйткені қозы тіс қошқарлар бар, 2 қошқар, онан кейін 2 тіс қошқарлар бар, онан кейін 6 тіс қошқарлар бар. Әр жылда қандай болатынын көрсетейік деп сол үшін алып келдік. Трехгодовалый қошқары, да. Трехгодовалый. 1,70 м. Они потому что издалека приехали, почти 700-800. Они только приехали, да? Здесь? Нет, вчера приехали, вечером мы приехали, да. Длина 1,70 м, высота в холке 1,10 м. Да, высота в холке 1,10 м, тот 1,8 м, этот 1,10 м. Ол енді қырғыздың арашандарында ондай параметр почти жоқ десек те болады. Ана қырғыздар өзі қарап отырсаңыздар, неде ютубта неде көрсетеді ғой, 200 000 долларға саттық, үйттік деп атады ғой енді. Ол кісілерден біздің қазақтың қазіргі шығарған пародасы кем қалмайды. Ол асып түспесе кем қалмайды. Оны айта аламын мен. Потому что такой длины это редкость, 1,70 м длины. болған ғой. На, ұзын болғаны жақсы ғой. Жыл бойы ұстауда тұр ма? Жоқ, пастбищный условия. Қойлар қысы жазы. Мыналар да пастбищный условия. Қазір только жайылымда. Қыста да. Қыста енді қоямыз. Бір мезгіл жайып келеміз, содан кейін енді қоямыз. Қыста деймін, егер де біздік сияқты қысы жаз жайылатын болса, мынандай болып нете алмайды. Комбинированный десең сенеміз. Мен генетиканы кішкене аз да болса білемін да. Соны айтып тұрмын. Мысалы қазір сенің бойың қанша? 166. 166 дейік. Қазір саған басқа ұлттың қызын алып берсе, оның да бойы сенікіндей болсын, бірақ сене екеуіңнен келетін ұрпақ жоқ дегенде сендерден бір 5 сантиметр жоғары болады. Денсаулық сендердікінен жақсы болады екеуіңдікінен қосқанда. Түрі де сендердің әдемі болады, екеуің қандай әдемі болып кетсең де. Сол сияқты оның бірінші поколение зырық береді. Кросс дейміз ғой. Екінші поколенияда егерде біреу сенің ұлына қызын беріп, мыналарында мынандай болса, ол өтірік. Басқаша расщепление қай жаққа қалай тартып кетемін. Яғында қыста, наверное, жоқ дегенде бір 2-3 ай тұратын шығар. Қыста бізде былай, менде енді лично өзімде, мысалы мен қазір нелерінде көрсете аламын, қыста жайылымда болады, бірақ біз кішкене бір 3 сағаттай жайып келеміз де, содан кейін қойып, жем-шөбін беріп қоямыз, подкормка жасаймыз да. Біздің малдарымыз енді ол только қолда тұрып бір 20-30 басқан емес, бордақлап ұстайтын. Лично мен өзім атарымдағы малдардың бәрі қысы жазы жайылымда. Бұл қошқарлардың бәрі көтеріңкі құйрық, өзінің арқасында құйрықтардың бәрі жайылымға да ыңғайлы. Сонан кейін қойға секіруінің өзі де, ұрықтандыратын кезде оның өзі де ыңғайлы.
Біздікі естественный образом, біз искусственный емес, естественный образом осеменение жасаймыз. Ну, енді жақсы қошқарларың көп болса жақсы. Бізде де қошқар жетеді, бірақ искусственно преимущество беретін. Мысалы айтайық, сен рекордсмен қошқар. Чтоб чаршамас үшін да. Жоқ, соны сен аласың да сразу условно. Бәлем аттар. Енді сіздерде численность көп болғаннан кейін сен сізде мысалы қазір 1000 бас, 500 бас па қойың? 500 басы. 500 басқа сен орташа бір жоқ дегенде қанша бір 20-25 ба қошқар қоясың, иә? Қанша қошқар? Жоқ, менде аналық 300 бас негізі. 300, ал қоясың жоқ деген бір 15 қошқар, иә? Енді 15-дің ішінде бәрі бір рекордсмені бар ғой. Конечно. Ең ұнайды. Вот соны искусственно болғанда соны бәріне шығарып саласыз. Атты да сіз қалай аласыз? Мынау чемпион болған дейсіз. Анасы чемпион болған. Құлыны вероятность бар деп жоғары не бересіз. Сондықтан біз мынаны білеміз, қандай потенциалы бар. Соның ұрпағы салмағы қазір 20 кг менікінен төмен болып тұр, сонда да аламын. Мен көрдің бе? Менікінен төмен 15-20 кг төмен. Біліп тұрсыз ажа. Өйткені потенциалы бар, мына жерде ол одан ары ашылып кетеді. Біз әлі оған көшіп көрген жоқпыз, көшіп көру керек болып отыр. Ол жерде наука істеген зат қой, біз поэтому бірінші жылдан 25 жылдан асты. Искусственно, конечно, свое преимущество. Чем мысалы 15 дорогой қошқар алғанша, олар жақсы ақша асады. Ең керемет тауып, бір жыл анан істе, бір жыл басынан істе деген сақы ғой. Искусственно үйренісінде қиын емес ол. Бұл енді сіздерге келгенімізде осындай обмен тәжірибе өте керек зат. Енді ол кісі өте тәжірибелі азамат, өзінің тәжірибесінде әр породаны көрді, өзде жаңағы Еділбайдан артық порода жоқ деп айтты. Өйткені қанша породаның бәрін қосып көрді ол кісі, Еділбайға былай да стап көрді. Ең тиімдісі біздің климатический условияға сол Еділбай болып тұр. Ол біздің Қазақстанның бренді деп айтсақ та болады. Конечно, мынандай мал сұраса, бұлар керемет. Мирнос рядом не стоит. Бірақ біз қазір бәрі бізден шетелдіктер уже Еділбайға кетті сұрайтын. Сондықтан біз может быть тупольный мынандайларға да Еділбайды қосамыз. Уже анандай қошқарлардан кетеміз. Мен қосып көргем кезінде. Жақсы шығады, етке мықты болады. Жоқ, бізде көргенбіз, бірақ мен айтамын, біз құйрығы болмасын деп мыналарда келдік қой. Керемет береді де, по сравнению. Но Еділбай қосып көрсең, или мынандай бірден еще лучше береді. Бірақ олардың малдары мысалы, жаңа Гесары болсын, жаңа Арашаны болсын, Еділбаймен бірге тең условияда болатын болса, ере алмайды Еділбайға. Еділбай сондай ата-бабамыз шығарған тұқым, ол суық болсын, жайылыс онша болмасын, өзінің күйін жоғалтпай, өзінің тамағын табатын мал. Көшкеде сайрақтары биік, қарды да жылқы сияқты кәдімгі тебінде алып, қар кәдімгі бетон қояттыр, қардың астынан тамағын табатын мал. Бізге неге асыл тұқым Еділбай бізге тиімді? Өткені себестой емес еді ғой. Оны бағу, былай қарасаңыз, өзі сондай қабілетімен өз тамағын өзі тауып ас шығын да бізге. Ол көп мал ұстайтын адамдарға өте тиімді порода, 20 мың, 10 мың бас ұстайтындарға. Ал енді біз сияқты біратар ғой 100 бас, 200 бас, 500 басқа дейін ұстаймын дегендерге мен ойлаймын, енді менің тәжірибемде лично біздің осы Байсары породада тиімді деп ойлаймын. Қозылары при отбивке қанша уже средний? Ну енді опять же қандай жыл, қандай мамасы қалай тойындырады. Средний где-то бір Живой вес па, мет па? Живой вес па? Иә, мысалы атарыңдар. Живой вес при отбивке где-то 50 килограмм, 60 килограммға дейін барады. Жоқ, ол рекордсмен. Орташа дейін бәрі еркек. Орташа бір где-то бір 45, где-то сол. 25-24 килограмм тат ет береді ғой. Ет 30-ға дейін береді. 30-ға дейін береді. Жаңа кішкене еттің салмағына қатысты сәл келіспей қалған сияқтысыздар, сол туралы айтып беріңізші. Енді еттің салмағына келген кезде ол кісінің мына қазір өздеріңіз қарап отырсыздар, Жетісудың өңірі өте табиғаты бай жер. Сол себепті мына жерде жайылым өте керемет. Бұл кісінің қойлары осы табиғаттың шөптің арқасында ешқандай подкормкасыз жақсы салмақ беріп жатыр. Енді мынау аналықтан бөлген кезінде де қозылары, сонан кейін 1 жасар, 2 жасар қошқарларда салмақ көрсетеді. Бірақ қанша айтқанмен енді Байсарға ол салмақ жете алмайды ол. Ол жерде енді екеуміздің кішкене разногласиямыз бар. Сіз енді Еділбайдың бізде ана дафтар бар ғой, компьютермен өтеді, мысалы атар өтеді ғой, мың қой. Біз қозысын өлшей саламыз. Бізде ұсақ атарлардың өзі қазір жоқ деген 38-ге барса, алды 42 килограмм орташа атар береді.
ұсақтың өзіне сала берді. Прирост өте береді де қой, соның аларында сүттің кейін Превышать етіп жатқан жоқ. Мен превышать етіп Жоқ, мен жатқан. Как түсініп есть, да, отырмын, айтып отырмын. аха. Мен бірақ ертең аукцион болатын болса, мен саудаласпақ тұр, мен қатыспаймын. Қалыс. Иә. Бірақ мен тілейтін жақсы болып кетсін деймін да. Бәрі жақсы болып кетсін. Бірақ саудада мен алдын ала білем қай бағыт долларға қалай жылжып, оны нормально болу керек. Бірақ бәрі айналып келіп мынаған келеді де бұл қой. Ассалаумалейкум. Жеңгеміз қайда? Жеңгеміз. Ассалаумалейкум. Казахстанский ногти. Я гузел. казахстанский ногти. Шуга онда оны нече ғой? Все, ладно, вы туда, да? Ага, Смотреть, мы да? коров хотим. Ага, хорошо, еще встретимся. Да. конечно, Ага. встречаем. Телефон мы обменяемся еще, да. Енді ол кісіге ол өзінің ұстап отырған малы тиімді, өзінің есебіне өте тиімді сол порода. Біздің есебімізге біздің порода тиімді деп санаймын. Сол себепті енді екі порода да мықты. Оны мен өйткені Қазақстанның сондайлықты бренді породасымен мынандай деп жамандап айтамаймын. Өйткені ол жаңада қайталап айтайын. Ол біздің климатический условияға өте тиімді порода. А бірақ салмақ жағына келсеңіздер, өзінің бой жағына, өзінің параметріне келсеңіздер, Байсар одан намного крупнее. 3 продано! 720 тысяч раз. Поскольку блоки всего. Содан кейін мына қойшылардың билеті. 2-3. Достар, бүгін Лепсінің екінші күні. Лепс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қазір басталып жатыр. Адамдардың бастары көрініп тұр. Бізді байқадыңдар ма деген сияқты анжермен жерден қылтиған, қарайып тұрған адамдарды көріп тұрмыз. Ары қарай қызық болады, себебі аукцион болады бүгін. Ең бастысы. Аукционда кешегі $100,000 сұрап тұрған қошқарлар шынымен де $100,000-ға өтеді ме? Қалай болады, соның барлығын бүгін көреміз. Міне біз қазір көрме алаңына келіп тұрмыз қазір. Бізбен бірге болыңыздар. Айтар көрсетен нәрсе өте көп. Ерік аға! Ерік аға, шығайын деп жатсыздар ма? Дайындық қалай болып жатыр аға? Енді барынша көреміз енді бағымызға. И последний лот, это 3 Қошқарлар бір-бірден шыға ма әлде толық алып шығасыз ба? Бір-бірден шығарасыз ба әлде? черный масти. Өйткені баға үлкен. Также отправлять мал завод. Забираются Қошқарларды енді қазір ішінде мына жас тоқты қошқарлар бар. Қозы тіс. Соларды көреміз, аукционға қатыстырып көрем. Соң кім не баға береді, ары қарай көре жатармыз. О, қошқар болқынып тұр ғой өзі. Охо, шешіліп кетті. Достар, Ерік ағамыз мінекей бұл Байсары қой тұқымын 2023 жылы тіркеген. Қазір енді бұл кісінің мақсаты осы қой тұқымын брендке айналдыру, кеңінен нарыққа кіргізу. Қазір қошқарларды бір-бірден шығаруға қамданып жатыр ағамыз. Қалай болады екен, сауда қалай болады екен, аукционда кім қандай баға ұсынады екен, қазір сәлден кейін көреміз. Бастапқы бағасы қалай болады екен? Ерік аға, бастапқы бағасын қаншадан бастаймыз? 500-мыңнан бастаймыз. 500,000 теңгеден басталады. Сосын ары қарай өсе береді. Кешегі анау $100,000 тұратын қошқарлар ше. Оларды шығармаймын, енді ол қазір мына халық жиналған, аукционға жиналған халықтың алатын шамасы оған жеті кірмейтін сияқты. Сол себепті оны көреміз енді. Қазір қалай мына қошқарлар болады, соған байланысты ары қарай уже көре жатамыз. Сауданың ақырын байқап көремін дегеніне байланысты байқап көреміз. Егер сауда дұрыс жүріп жатса, үлкен қошқарларды шығарамыз. Оны мен білмеймін енді. Ол бұны хобби ғой енді. $100,000 енді. Асыл тұқым Еділбайда алыншы 200,000 ары қарай көп берсеңіз жақсы болады, әме жоқ. Көп рахмет. $100,000 бір қошқар алады. Міне көрдіңіздер ме, жаңағы бізге Ерекең осыған қатысты өзінің пікірін айтқан. Біреулер болады дейді, $100,000-ға бір қошқар алады, біреу айтады дейді, $100,000-ға мен одан бәленбай аттар қоя алмаймын ба дейді. Әркімнің талғамы әртүрлі, әр шопан әртүрлі, әр шаруа әртүрлі жоспар жасайды. Сондай. Дұрыс па, Ереке? Өте дұрыс.
өте дұрыс. Әркімнің талғамы әртүрлі. Шаман келсе алу керек. Ол жерде Қазақстан емес тек қана бүкіл әлемдегі ең үлкен қошқарлардың бірі ол. Болмаса біздің өзіміздің Еділбайдың қошқарлары да өте керемет. Қоз түс қой, қоз түстер. Қозы түс. Когда я вел, пришла дополнительная информация, что заводчики породы Байсара готовы продать своих производителей, но за очень серьезные деньги. Я надеюсь, здесь собрались серьезные люди. Енді ол кісілерге бұның өзінің жақсы көретін қауымы бар, бұл породаның да. Сол себепті мына жүйрік аттардың өзінің бағасы да бар. Енді жаңағы 10 миллион долларға дейін, 1 миллион долларға дейін жаңағы сол сияқты бұның да өзінің сапасына байланысты бағасы да сондай болады. Я прошу вас, если возможно, вывести этого баранчика в ринг и показать его во всей красе. Что за баран стоит 500 тысяч тенге, мы сейчас с вами увидим. Біздің қасымызға осы қошқардың иесі Ереке. Осы аукционға көрмеге қош келдің. Саған бір алғыс сөз. Құрметті көрермендер, енді бәріміз де осы жерге қой сүйер көрермендеріміз ғой. Бәріміз де шаруашылығымызды ұстап отырғаннан кейін бұл қазақ еліміз қандай қой саласында мықты бір породаның біреусін жаңадан шығарып жатырмыз. Міне жаңа Наржан Жұмаділдаев Наржан ол кісі айтып кетті. 23 жылы ноябрь айында осы жаңа порода шықты. Соған енді менің қожалығым осы породасының статусын алып, қазір племенной статусы бар. Енді өздеріңізге бір ауыз көрсетіп кетейін деген ниет. Итак, может быть, кто-то готов сделать ставку. Стартовая цена за кошкара производителя. Какого возраста этот кошкар? Это годовичок. Годовичок, давайте будем честно, значительно превосходит своих сверстников, которые до него находились в этом ринге. Я думаю, 500 тысяч тенге не такая уж и большая цена ради того, чтобы поддержать отечественное автозаводство, потому что эта порода является продуктом отечественных селект. 500 тысяч тенге, как вы думаете, много это или мало? Готов ли кто-то сделать ставку? 500 тысяч тенге, кто готов? Поднимайте карточки, друзья, либо не по карману вам такие бараны-производители. Ничего страшного, ничего страшного. 500 тысяч тенге, кто готов сделать ставку? Может быть, с этой стороны кто-то из незарегистрированных хочет ворваться в ринг? Коллеги, вы когда машете номерами, мне кажется, что вы делаете ставку, а вам просто жарко, да? Все понятно. К сожалению, сегодня не нашлось покупателя на этот уникальный товар, штучный товар, но будем надеяться, в скором времени порода Байсаре получит заслуженное признание, и аукционы по этой породе с каждым годом будут все более и более энергичными. Мен аукционға шығарғаным, хотя бы жаңағы бұлай көрмеген халық сол аукционда тұрған кезінде өзінің ары бері жүрген қошқардың қандайлықты генетикасы и соның кейін қандайлықты конституциясы соның бәрін өз көздерімен көріп, соның кейін ары қарай ойланады деп ойлаймын. Өзі бір жыл ма, 2 жылда ма халық осыған да үйренеді, осы бағаға да үйренеді, соның кейін ала бастайды деп сенімдімін. Осымен аукцион Еділбай қой тұқымының және Байсарының аукционы бітті. Барлығыңызға көп рахмет. Біз былай жасайық, 2 жасар біреусін шығарайық, соны көрсін, хотя бы соны 2 жасар біреусін. Сон болса болады, болмаса тағы көріп жатамыз. Қалай, 2 жасар? Аха, 2 жасар біреусін шығарайық. Байсары тұқымды қошқары Қарасай ауданнан келген өкінішке орай аукционға қой тағы да бір жатқалы әрекет жасап көрейін деп жатыр. келісілмеген, 2 жасар саудасы болмаған қошқар. жалғыз Двухгодовалый кошкарчик байсары қошқар сейчас выйдет на арену, он будет значительно покрупнее. Қошқарды аукционға шығарғалы жатыр. И его начальная цена, друзья мои, вы не думайте, что она будет ниже, не думайте, что заводчик КХ Кадаралиев сделал выводы и решил снизить цену. Нет, 2 человека не могут справиться с этим бараном. Просто растаскал их. Сейчас вот Байсарының қошқарын ең қымбатқа сатқанда қаншаға саттыңыз аукцион? Болды ма? Мен енді Байсары породаның қошқарын 20 000 долларға саттым. Енді ол бірақ үлкен қошқар емес, менде ол тоқты қошқар болды. Стартовая цена за барана производителя кошкара породы Байсара составляет 1,5 миллиона тенге. Может быть, кто-нибудь готов
делать. Возраст! 2 года. 2 года. Я видел в интернете, как животные продавались за $100 тысяч, а здесь мы говорим всего о каких-то $3000. В чем дело? Мен айтайын, да. А это Вильнюс. Правильно ты говоришь, соседние страны за таких кошкаров предлагают $100 тысяч, но мы здесь в Казахстане, поэтому мы хотим, чтобы наши хозяйства что приобретали по тенге, по-свойски, по минимальной цене. И вот не упустите такой шанс. Действительно, порода обладает огромным потенциалом. Менен енді мына Северный Казахстан алды, аналықтарын да алды, тоқтыларын, содан кейін қошқарларын да алды. Біздің климат пен о жақтың климат ешқандай без прихотливый емес, о жаққа да тез бейімделеді. Эта порода была выведена при участии ученых наших казахстанских, принимая во внимание погодные условия всего Казахстана. Как вы думаете, для какого региона Казахстана эта порода наиболее подходящая? Вообще, эта порода, тип называется джитсуский тип. Это не только джитсуский регион, это северный регион. У меня покупали, она быстро адаптируется и бесприхотлива. А может ли она тибиневать в условиях, например, северного Казахстана? Да, это у нас тоже погодные условия, я не скажу, здесь в Алакале минус до 40 доходят, поэтому у нас возле Алматы это минус 30 градусов доходит, они всю зиму пасутся и без проблем. Ни одного дня в своей жизни они не провели в помещении, если я правильно понимаю. Ну, это перед лучкой, обязательно мы их готовим к лучке, это где-то 2 месяца мы их готовим. Вы готовите их к лучке именно для того, чтобы уровень осеменения был выше, правильно? Правильно рассуждаете, поэтому перед лучкой мы в любом случае их готовим. И вот сейчас вы знаете практически все о новой породе. Байсары, которая была выведена в Казахстане. Итак, мы начинаем аукцион. Вы знаете абсолютно все и готовы принять решение. Кто готов поддержать отечественное овцеводство и дать за этого барана-производителя 1,5 миллиона тенге? Я думаю, вот эта девушка хочет, да, поднять? Да, девушка так мечтательно смотрит на этого барана. Я думал, ждала 21 сразу испугалась, что-то бросила. Да. Ну, видимо, для девушки это немножко тяжеловато, а вот, может быть, кто-то хочет подарить девушке этого барана-производителя, чтобы она так мечтательно не смотрела на небо. Друзья, давайте активизируемся. Я помню, в 23-м году здесь на аукционе была жаричка такая, что бараны уходили и за миллион, и за 2 миллиона тенге, а здесь всего лишь 1,5 миллиона тенге. Итак, мы начинаем. 1,5 миллиона тенге. Кто готов дать? 1, 2, 3. В Өкінішке орай, никто не готов был поддержать наше отечественное животноводство, но тем не менее, вы проделали огромную работу, поэтому ждем вас на новых выставках не только здесь, но и по всему Казахстану. Спасибо большое. Давайте поаплодируем нашим казахстанским заводчикам. Ерік аға, 2 қошқар шығардыңыз. Біреуі 500 мың бастапқы баға, біреуі $1,5 миллион. Бірақ өкінішке орай сатып алушылар табылмады. Неге деп ойлайсыз? Әлде байсардың аты көпшілікке танымал болмайды ма? Не жетіспеді? Бұл енді ол әлі танымалы болмай жатыр көпшілікке. Ол бір, екіншіден бұл жерге жиналған көрермен қауым, қатысып жатқан қауымда ондай ақшаға дайын емес. Өйткені біздің Қазақстанның қой шаруашылығында саласында жүрген адамдар, олар әлі бұндай бағаға дайын емес. Ең бірінші қазіргі причинасы сол. Мен айтам, халыққа да көргенге дұрыс қой, енді бір сондай не жасауымыз керек қой. Паралар ол шығу керек, даму керек. Будет выставлена на торги 2 головы ахалтекинской породы. Вот мы начинаем, там уже ребята, я так понимаю, пошли выводить лошадей. Ахалтекинская порода является характерной породой для выносливые, красивые, грациозные лошади были выведены здесь уже. Мен сіз енді юг жақпен сталкиваться еттіңіз ғой, о жаққа бізге адаптироваться ету қиын, о жаққа өте қатты қылшық жүнділер,
мен енді сізбен жаңа елдің көзінше көп нетпейін дедім мен, потому что әркім өзі ұстап отыр ғой. Бірақ мына сіздің бүгінгі осындай істеп отқаныңызда біз кеп көңілімен көтерейік хотя бы деген сондай ниет болды. Презентация білу керек, сол үшін біз ана басқа пародалардың бәрін қойып отырмыз ғой. Көрдіңіз? Так, друзья, не расходимся, сейчас ждем наших дней. Ал енді на покупателя өздері жыл бойы шығып, ана текст Хозяина зовут Төрегелді. даже дорпер шығармаймыз, көрдіңіздер ме? Раскручен. Мынандайды біліп, ақырын таныстыра беру керек та. Я сол халық көрсін, білсін деп Төрегелді хозяин. мен ол сатылмай қалды менің қошқарым деген ондай ат деген ай деген жоқ. Ол мен қазіргі баға, мен қазір аукционға выставлять еткен ең төменгі бағам мен бұл қошқарларды мысалы жаңа 2 жасар қошқарым ол 5 миллионның қошқары. Мен ең бағам төменгі енді халықтың қарапайым халықтың қолы кішкене болса жетімді болсын деп соған ең төменгі баға қойған болатын. Алдыңғы жылғы біз алғандарымыз Еділбайдың өзін бүгінгі бағамен салыстырғанда 2 есе көп. Бұл кезде біз 350-ге алдық. Қазіргіден санағанда ол кездің курсымен қазіргімен санасаңыз 2 есе емес 3 есе көп бүгінгіден алдық бағамен. Енді бүгін клиенттер де слабый болып тұр ғой, между очень көп ондай жиналмай тұр я. Бірақ енді менің нем мына жаққа сіздердің нелеріңіздей тұр шашпауларыңызды көтеріп кішкене көрсетіп халықты сондайға неткен. Әлі мен ойлаймын Құдай қаласа талай бір-бірімізбен хабарласып араласып отырмыз. Көрмекшілер біле беру керек. Достар, мінекей жаңа ғана Ерік ағамызбен әңгімелестік. Әрине өкінішті бұл қошқарларға көз салған көрермен көп болды. Көп фермерлер келіп қарады, қызықты, мәна не деген үлкен қошқарлар деп айтып кетті, бірақ өкінішке орай қошқарлардың саудасы бүгін келмеді. Байсары қой тұқымы келешекте мүмкін Еділбай сияқты, Гисар сияқты аты елге жайылып, саудасы жақсы жүріп кетер. Кім біледі? Оны алдағы уақыттың еншісіне қалдырдық. Сөйлеген Қараторғай, Дала Кеп YouTube арнасы, сау болыңыздар. Жоқ, бұлай менің айтуыр айтқандарым бәрі дұрыс па? Бәрі орынды болса болды айтуыр. Тұрар қарай. Сіздің анау научный неңізден алып кетпесек болды да, енді главное штаб. Сіздің научный текстіңізден алып кетпесек болды деймін. Бұл мына көз үйренсін деген мен ол шыны керек бір сату мәселесі емес. Просто мен мына қошқарды шыны керек 2 миллионға да бермеймін. Просто мына халыққа көрсін, көзі көріп, қандай екен мына жерге нетсіне. Содан кейін Бауыржанды поддержка жасауымыз керек қой осындай немен. Дұрыс па, қаке? Осындай той жасап атқаннан кейін біз қой шығарып, біз поддержка жасауымыз керек.